Әрбір қазақстандық үшін маңызды мереке тұңғыш президент күні және тәуелсіздік күні қарсаңында Теміртау қаласындағы тарихи-мәдени орталығының негізгі қоры президенттің іс басқармасы берген 17 экспонатпен толықты. Оның ішінде мемлекет басшысының қызметті көліктер паркінен шыққан Мерседес-Бенц автокөлігі бар. Орталыққа келушілерді ең алдымен қызықтыратын экспонатты алғашқылардың бірі болып шаһар әкімі Ғалым Әшімов тамашалады. Тәуелсіздігіміздің арқасында бүгін біздің Қазақстанымыз елбасының салиқалы саясатының арқасында үлкен жетістіктерге жеттік. Оның ішінде енді бүгінгі таңда көріп отырсыздар, еліміздің жетістіктері қандай, әлеуметтік жағында да, басқа жағында да. Енді Теміртау қаласына келсек, Теміртау қаласы бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еңбек жолын осы біздің қаламызда бастаған. Осы біздің комбинатымызда қасымызда отырған ағаларымызбен бірге жұмысты бірге бастап, жастайынан шыныққан жері біздің Теміртау қаласы, ол үшін біз үшін ол үлкен мақтаныш. Ал енді бүгін біз мынау үлкен мұражайда тұрмыз, елбасының мұражайы Теміртау қаласында орналасқан. Оның ішінде бүгін бізге осы тәуелсіздігінің қарсаңында осы мұражайға үлкен күрделі жұмыстарын жүргізіп, ремонт жұмыстарын жүргізіп, оның ішінде бізге арнайы Астанадан 17 экспонат келіп отыр. Оның ішінде елбасының жаңа өзінің жұмысқа пайдаланған кеткен көлігін де беріп отыр. Сондықтан бәріміз осында жиналып отырмыз. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Мемлекет басшысының қызметтік көліктер паркінен шыққан Мерседес-Бенц автокөлігі 2005 жылы шығарылған. Түсі қара, қозғалтқыш көлемі 5513 сантиметр көп болса, салмағы 2 тоннадан асады. Өздеріңізге белгілі, президентіміздің рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қасиетті Қазақстан географиясының бағдарламасының аясында осы біздің тұңғыш президенттің тарихи-мәдени орталығы сол қасиетті нысандардың 100 тізіміне кірген себепті осы үстіміздегі жылдың 5 ай көлемінде орталықта күрделі жөндеу өткізілді. Күрделі жөндеу өткізіп, қазір жаңағы жаңғырған орталықты көріп тұрсыздар. Осы күрделі жөндеуден кейінгі тағы бір өте үлкен бір жаңалық президенттің іс басқармасынан орталыққа 17 жаңа жәдігер қосылды. Осы жәдігерлердің ішінде біз мына қазір көріп тұрғаныңыздай президентіміздің автопаркінен орталыққа сыйға тартылған Мерседес-Бенц 600 маркалы президенттің қызметтік автокөлігі. Бұл автокөлік өте өздеріңізге белгілі, бұл елбасының автокөлігі болғаннан кейін барлық жерде сондай қабылданған. Бұл бұрындалған, оқ өтпейтін, өте әдемі нақышталған. Орталықтың алтын қорына жиналған барлық экспонаттар елбасының балалық шағынан бастап егемен елдің көшбасшысына айналғанға дейінгі кезеңді қамтиды. Президентке қызмет көрсеткен Мерседес машинасы алдағы уақытта рухани орталыққа келушілердің қызыға тамашалайтын экспонатына айналмақ.